Болды ма? Сәлем достар, құрметті менің YouTube көрермендерім, бүгінгі тақырып необычный тақырып. Необычный болғанда баланың мойнын қалай созамыз деп жатады ғой үлкендеріміз. Баланың мойны жоқ, оны қалай не қыламыз, қалай шығарамыз деп жатады ғой. Соны көрсетемін. Созуды емес, баланың мойнын қалай үй жағдайында шығаруға болады. Ана болады ғой бір балдар, перебес балдарда, жалпы мойны жоқ балдар болады, бүйтіп жабысып қойғанша, мойны қиылып кетеді. Соны қалай үй жағдайында баланың мойнын шығаруға болады. Соны көрсетемін. Ең алдымен, как всегда, лайк басайық видеоға достар. Видеоға лайк басыңыз. Бастыңыз ба? И каналға тіркеліп кетіңіз. Төменде қызыл кнопка тұр, подписаться деген. Егер тіркелмеген болсаңыз да. Тіркелдіңіз ба? Ендеше видеомды жалғастырамыз. Так, достар, кішкентай балдарға қайталауға болмайды. Кукламен көрсетем бе дедім, қызыма көрсете берейін. Асыл, кішкене жақындайсың ба деймін. Бала осылай, баланың сіз бас жағына тұрып аласыз, достар. Баланың бас жағына тұрып аласыз. Жақында. Маған қарат, айтып жіберейін. Баланың бас жағына тұрып аласыз, достар. Жаңа мойнын бүйтіп созуға болмайды негізше. Өзі специалисттер созбаса, негізі 40-на дейін созылады. 40-на дейін да. 40-нан кейін, үніңе шүкір, 40-нан кейін, жыламай тұршы. 40-нан кейін уже баланың салмағы ауырлайды да, ол кезде мойнына зақым келуі мүмкін. Баланың мойнын созсаңыз да. Сондықтан өте опасный процесс. Лучше мойнын шығаруды көрсетейін сіздерге. Баланың мойны жоқ, мысалы, үй жағдайында кішкене майлап жібересіз, достар, мына жерін жақындап түсірсең болады. Видеоға лайк басайық, достар, лайк басайық обязательно. Міне, қаншайып, әдия, тыныш жатсай. Міне жайлап, аккуратно, достар, міне бір қолымызды былай ұстаймыз. Міне көрдіңіз ғой, екінші қолымызды міне жай тартсаңыз болады, міне. Жай тартасыз, достар, қатты емес, міне. Бір жағынан мына жағын ұстап тұрады. Жолдасыңыз немесе біреуде енді өзіңіз мына жағынан міне осылай тартсаңыз болады. Чуть-чуть жай 1 2 3. Жай, достар, аккуратно. Егер істей алмасаңыз, өзіңізге не уверен болсаңыз жасамаңыз. Арнайы массаж шақырыңыз. Мойнын үй жағдайында жайлап өстіп ашсаңыз болады. Аккуратно, достар, аккуратно. Көрдіңіз ғой, баланың мойнын өстіп аккуратно ашуға болады. Өте опасный процесс, балдарға қайталауға болмайды. Егер өзіңізде не уверен болсаңыз, өзіңізге қайталамаңыз. Ана мына жерлері қиылып кетеді ғой кейбір балдардың. Мына мойны бүйтіп жалғыз не алып тұрған екен. Енді өзіміздің қазақи тілмен түсіндіріп жатқанмын ғой сендерге. Міне көрдіңіз ғой, осылай өстіп жай-жай үй жағдайында ашсаңыз болады баланың мойнын. Егер баланың перебес болса, мойны жоқ болса, жай-жай осылай. Мойнын тазалап, сүртіп тұрыңыздар. Мойны қиылып кетсе, бала содан да мазасызданып жылайды, достар. Көрдіңіз ғой, ешқандай қиындығы жоқ. Жай, мына кейбір балдардың көбінесе мынандай бір жаға бүйтіп қарап қояды бала. Көрдіңіз ғой, осы жағында ашуға болады негізі. Аккуратно, арнайы болған арнайы тақырып бар. Түсіремін, достар. Хорошо. Кішкене алыстап түсір. Достар, көрдіңіз ғой, осылай аккуратно жай ашсаңыздар болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне, аккуратно осылай ұстайсыз. Сосын міне, былай қолыңызды қатты батырмайсыз. Міне, қолды қойдым ғой мен. Ойбай, ашу көрініп қалмасын, мен блокқа салып тайды. Ашу көрініп қалған жоқ бұл жаңа. Міне, достар, мына қолды... Өлең айтпай тұрш. Қолды ұстаған кезде қатты батырмайсыз. Хорошо? Жай, міне. Жай, легкий. Мына саусағыңызды батырмайсыз, былай до конца қоясыз қолыңызды. Өз түсініп атсыздар ма бірдеңе? Түсініп атсаңыз, я түсініп атым деп комментарийге жазып қойыңыздар. Или түсінбесеңіз, жоқ түсінбей атым деп басынан түсінікті қылып түсірем. Осылай мойнын ашсаңыз болады. Көп сұрап жатыр да баланың мойны қалай созса болады деп соған кішігірім көрсетіп жіберейін деген бұл сіздерге. Лайк басайық видеоға и WhatsApp группаға жіберіңіз осы видеоны. Біліп жүрсіңдер, білмегендер. Сосын тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз обязательно. Хорошо? Все?